Good day everyone, welcome to my English lesson. Бүгінгі сабақта бізде my favorite sport by қанат деп аталады. Қанаттың сүйікті спорты туралы айтатын боламыз. Кәне бастайық. Әңгімеде қажетті сөздерді қоюымыз керек. My favorite sport is volleyball. Менің сүйікті спортым волейбол. There are 6 players in a volleyball team. Бұл ойында 6 ойыншы болады волейбол командасында. Team and the players сөзін қоямыз. We can play volleyball with a special ball and a net. Біз волейболды ойнаймыз арнайы доппен және себетпен. Net қоямыз. I can play volleyball really well. Мен волейболды реально жақсы ойнаймын. Look at me, маған қарашы. It's sports day. Бұл спорт күні and I am playing volleyball. Және мен волейбол ойнап жатырмын. We are winning. Hooray! Біз жеңімпаз атандық, немесе біз жеңдік дейді. Ура! Алақай деп қуанып жатыр. Сұрма қарасаңыздар, tell the class дейді. Оқимыз, толықтырамыз деп тұр. Сұраққа жауап береміз. What's your favorite sport? Сенің ең сүйікті спортың қандай? How many players are there in a team? Бұл ойында әр командада неше ойыншы болу керек? Name 2 things you can play your favorite sport with дейді. Сенің жақсы көретін спортыңа қатысты 2 нәрсені айтып кет дейді. Яғни осы сұраққа жауап беру арқылы сіздер әңгіме айтуларыңыз керек. Немесе сыныпқа өзіңнің жақсы көретін спортың туралы әңгіме айтасыздар. Өте оңай, мысалы, my favorite sport is hockey. There are, for example, 12 players in each team. Яғни менің сүйікті спорт түрім хоккей. Бұл командада 12 адамнан болады деп айттым. Мүмкін 13 болатын шығар, мүмкін 15 болатын шығар. Сіздер өзгерте аласыздар. Үшінші сұрақ. Name 2 things you can play your favorite sport with. Сен спортқа қатысты кіммен осы спортты ойнай аласың, сонда айтып кет дейді. Мысалы, айтуға болады. My favorite team is. Немесе we play with my friends every week. Немесе every weekend. Осылай сөйлемдерді толықтырасыздар, яғни my favorite school project деп аталатын әңгімені осылай дайындайсыздар. Жалғастырайық. Exercise 1. Бірінші жаттығуда жаңа сөздер берілген екен. Оқимыз, одан кейін қайталаймыз. Hit – ұру, қолмен ұру. Catch – ұстап алу. Kick – аяқпен ұру. Сұрау – лақтыру. Одан кейінгі тапсырмада қарасаңыздар 4 түрлі спорт түрі тұр. Қажет сөздерді байланыстырып әңгіме құрастыруымыз керек. Кәне бастайық. They are playing football. Олар футбол ойнап жатыр. They can. Олар жасай алады. Допты қарасаңыздар аяқпен. They can kick the ball қоямыз. Аяқпен тебе алады. But they mustn't hit it. Бірақ қолмен ұра алмайды. Келесі бейсбол туралы айтылады. They are playing baseball. They can бізде hit the ball, but they mustn't kick it. Яғни бұл жерде қолмен ұра алады, бірақ аяқпен ұруға болмайды. Келесі They are playing basketball. Олар баскетбол ойнап жатыр. They can catch the ball, but they mustn't kick it. Яғни олар допты лақтыра алады, бірақ аяқпен ұруға болмайды. Соңғысы қалды. They are playing volleyball. Олар волейбол ойнап жатыр. They can throw the ball. Олар допты лақтыра алады, but they mustn't catch it. Бірақ ұстап ала алмайды.